Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге осындай интеллектуалды бір ойынды көрсетемін. Бұл ойынның атауы мынандай, 100+ деп аталады. Жалпы бұл ойында қандай? Сөздік жаттауға жақсы келетін ойын, өйткені мына жерде ағылшынша сөз тұрады, одан кейін екі вариант тұрады, біреу дұрыс, біреу қате. Осылай мына жерде 100 сөз бар. Енді 100 емес, міндетті түрде сіздер одан аз қылыпта пайдалануға болады. Енді мен осыны ашып көрсетейін, дауысымен қалай істейтінін. Пока сайттан стек көшім деп ашамыз. Жоқ, сначала деп ашайық, ең басынан бастап. Міне. Осындай миллионның даусындай дауысы бар. Стартқа басам. Мына жерде сұрағы, былайша айтқанда сұрағы, ағылшынша сөз. Оның екі варианты бар. Қайсы қате болса тез қызыл болады, мысалы одан жасыл жанады. Келесіне өткіземіз. Осылай. Яғни осындай кете береді, өте түсінікті деп ойлаймын. Мына жерде рус тіліндегісі бар, жаңа ағылшынша, енді мына жерінде орысша нелері бар, сөздері бар. Осындай 100 сөздік бұлда. Енді осының былайша шаблонын көрсетейін. Алып пайдалануға. Мына жерде сұрағы дұрыс жауап, қате жауап деп тұрады. Дұрыс жауап деген жерге дұрыс варианты, қате жауап деген жерге қате вариантын жазып шығасыздар. Өте бір оңай, қиын емес, түсінікті деп ойлаймын. Міндетті түрде жаңа айтқанда 100 сөз емес, одан аз болса да болады. Мына жерге вариант жазып, сұрағын жазып, сөздік ретінде пайдалануға болады.